Алтын асық марафонына ноутбук немесе компьютер арқылы қалай тіркелеміз? Мұқият қараңыздар. Гуглге немесе Яндекске зерделі ап деп жазамыз. Ең бірінші болып шығатын ол біздің сайт. Осы зерделеге басамыз. Осы жерде мындай сарымен Join Challenge деген болады, соны бассаңыз, алтын асық челлендждер шығады. Әр сынып бойынша 6-шы, 5-ші және 4-ші сынып бойынша өзіңіздің сыныбыңызды таңдайсыз. Мысалы, 5-ші сынып. Егер сіз осыған дейін біздің марафондарға қатыспаған болсаңыз, онда тіркелуді басасыз, толық ат жөніңізді жазасыз және телефон номер жазасыз. WhatsApp болу керек, немесе сол номеріңіз қосулы болу керек міндетті түрде. Сіздің номеріңізге код келеді, ол WhatsApp-қа немесе SMS болып. Келген кодты осы жерге жазамыз. Келесі сынып таңдаймыз. Сыныбыңызды таңдап, өзіңіздің облысыңызды таңдайсыз, аудан таңдайсыз, немесе қала болса қаланы және мектеп. Бәрін толтырып болғасын сақтау дейміз. Құттықтаймыз, сәтті тіркелдіңіз. Енді сол жақта мына жерде челлендж деген бар, соны басамыз. Осы жерде сіздің таңдаған челленджіңіз алтын асық 5-ші сыныпқа арналған. Толық көру. Осы челленджге қатысу үшін қатысуды басамыз оң жақ шетте. Бұл жерде сіздің аты жөніңіз және сол жақ оң жақ аста төлеу деген болады. Төлеуді басамыз. Экранға 4800 теңгенің QR коды шығады, төлем жасайсыз. Төлем жасап болғаннан кейін барып, вернуться на зерделіні басамыз. Оң жағыңызда міне көрініп тұрады, сіз қатысушысыз деген. Енді міне бірінші күн, екінші күн, үшінші, төртінші, 5 күндік челлендж осы жерде тұрады. 23 желтоқсан күні бірінші күннің есептері, тесттері шығады. 23-не дейін дайын болыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, немесе тағы да қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, төмендегі нөмірге хабарласып білсеңіздер болады.